Ассалаумағалейкум достар. Өткен шығарылымда біз Реалға толыққанды шолу жасаған болатынбыз. Егер ол шығарылымды әлі көрмеген болсаңыз, міндетті түрде біздің арнадан тамашалай аласыздар. Сіздер үшін әр жобаны барынша қызық етіп жасауға тырысамыз. Ал бүгін алтын доп секілді жылдың үздік жас футболшысына берілетін Golden Boy сыйлығы туралы сөз қозғаймыз деп шештік. Достар, қазақ тілді контентті қолдап арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Біз футболды барынша қазақша сөйлетуге тырысып жатырмыз. Сіздің тарапыңыздан жазылған пікірлер мен басылған лайктар бізге өз жұмысымызды әрмен қарай жақсы көңіл күйде жалғастыруға көмектеседі. Биылғы жылдың қорытындысы бойынша алтын бала атағын еш интригасыз Ламин Ямаль жеңіп алу керек болған. Бірақ Tutto Sport порталы тағайындаған бұл жүлдені бір ойыншы екі рет ұта алмайтындықтан басқа нұсқаларды қарастыруға тура келіп тұр. Биыл Ballon d'Or секілді Golden Boy жүлдесіне де талас қызып тұр. Өткен жылдағыдай айқын фаворит жоқ. Жеңімпаздардың есімі жыл соңында әдетте қарашаның аяғында немесе желтоқсанның басында белгілі болады. Бір ерекшелігі биыл FIFA клубтар арасындағы әлем чемпионатын жаңа форматта өткізіп, бұл кейбір ойыншыларға өздерін көрсетуге және жүлдеге талас кезінде жеңіске жету мүмкіндіктерін арттыруға қосымша мүмкіндік берді. Golden Boyға үміткер негізгі футболшылардың көпшілігі аталмыш турнирде төбе көрсетті. Қазір біз өткен маусымның нәтижесі бойынша Golden Boy жүлдесін жеңіп алуға жоғары мүмкіндігі бар ойыншыларды тізіп шығарамыз. Бірақ фаворит лезде ауысып кетуі мүмкін. Себебі сыйлық қараша-желтоқсан айларында берілетіндіктен ойыншылардың 25-26 жылғы маусымның басындағы нәтижелері де есепке алынады. Барселона қорғаушысы Пау Кубарси алтын бала атануға басты үміткерлердің бірі. Осы тұста сыйлықтың соңғы 4 жеңімпазының үшеуі Барселонадан болғанын айта кетейік. Испаниялық қорғаушы 24-25 жылғы маусым басталғанда небәрі 17 жаста еді. Бірақ жасына қарамастан бүкіл маусым бойы қорғаныс шебінің ең маңызды тірегі болды. Кубарсидің қорғаушы позициясында ойнайтыны осы сәтте кедергісін тигізуі мүмкін. Себебі осы уақытқа дейін Golden Boy'ды тек бір қорғаушы жеңіп алған. Ол Матеис де Лигт. 17 жаста болса да Кубарси өткен маусымда 56 матчқа қатысып, 1 гол соқты, 4 ассист жасады. Трофейіне қараймын десеңіздер, Барселонамен бірге Испания чемпионы атанды. Кубок пен Суперкубокты да жеңіп алды. Испания құрамасымен бірге Ұлттар лигасының финалына дейін жетті. Келесі үміткеріміз PSG сапында ойнайтын Жуау Невиш. Golden Boy'ды жеңген соңғы 4 футболшының үшеуі жартылай қорғаушы екенін еске сала кетейін. Педри, Гави және Беллингем. Сондықтан бұл позицияда ойнайтын футболшының жеңімпаз атану мүмкіндігі көбірек. Невиш Парижді клубқа өткен маусымның басында қосылды және көптен күткен UEFA Чемпиондар лигасын жеңіп алған Луис Энрике бандасының маңызды бөлігі болды. Ол өткен маусымда барлық матчқа дерлік алаңға шықты. 59 матчта төбе көрсетіп, 7 гол мен 10 ассистті өз атына жазды. Клубтар арасындағы әлем чемпионатында 7 ойынға қатысып, 2 гол соқты, 1 нәтижеде пас берді. Бірақ Челсимен болған финалда Марк Кукурелляның шашынан тартқан үшін қызыл қағаз алып кетті. Бенфикадан ауысып келгенде футбол жанкүйерлері оның шеберлігі мен потенциалын жақсы білгенімен Невиштің осыншама маңызды ойыншыға айналатынына сенбеді. Бірақ ол шынымен де марапатқа лайықты үміткер екенін дәлелдеді. Алтын бала атануға үміткер тағы бір футболшымыз Невишпен бір командада ойнайды. Ол Дезире Дуэ. Луис Энрике оны өткен маусымның басында Реал Мадридке кеткен Килиан Мбаппенің орнына алған еді. Жоғарда атап өткен екі ойыншыдан айырмашылығы Дезире тұрақты түрде негізгі құрамның ойыншысы болған жоқ. Маусымды қосалқы құрамда бастады және маусымның бірінші жартысында көп гол соққан жоқ. Дегенмен, уақыт өте келе оның негізгі құрамдағы ойыншы ретінде мүмкіндіктері көбейе бастады және соған сай әжептәуір гол соғып, ассист тіркеп жатты. Өткен маусымның қорытындысы бойынша 61 матчқа қатысып, 16 гол мен 16 нәтижелі пас рәсімдепті. Неліктен оны Golden Boy'ға үміткер ойыншылардың тізіміне енгізіп отырғанын білесіз бе? Мұның себебі әрине UEFA Чемпиондар лигасының финалындағы ғаламат ойыны. Дуэ Интерге қарсы матчта 2 гол соғып, 1 ассист жасап, ойынның қаһарманы атанды. Нәтижесін ғана емес, трофейлерін де айта кетейік. Жоау Невиш екеуі PSG-мен бірге требл жасады, бірақ клубтар арасындағы әлем чемпионатының финалында жолы болмады. Париждіктер тамыз айында Тоттенхэм мен UEFA Суперкубогын сарапқа салады. Бұл трофей жас футболшыларға артықшылық етпейді.
Аталмыш жүлдеге үміткерлер тізімінде Реал ойыншысы да бар. Бірақ өткен маусымда өзін басқа клубта көрсетіп, осы жазда Мадридті клубқа ауысты. Ол Пау Кубарси секілді орталық қорғаушы позициясында ойнайтын Дин Хойсон. Борнмут испаниялық футболшыны өткен маусымның басында Ювентустан 20 миллион евроға сатып алды. Реалға 62 миллион евроға сатып жіберді. 20 жастағы ұзын бойлы қорғаушы өткен маусымда 36 ойынға қатысып, 3 гол соқты, 2 нәтижелі пасы бар. Алғаш рет Испания құрамасына шақырту алып, ол жақта бірден негізгі құрамның ойыншысы атанды. Реалға келе салып төр менікі дегенде Рюдигермен дуэт құрып алды. Клубтар арасындағы әлем чемпионатындағы 5 ойынның бәрінде 90 минуттан ойнады. Бірақ Боруссия Дортмундқа қарсы ойында қызыл қағаз алып қалғаны болмады. Айтпақшы, Реал тарихында алтын бала атанған тек бір ғана футболшы бар екен. Хойсон осы жүлдені жеңген Жуд Беллингемнен кейінгі екінші ойыншы атануы мүмкін. Топ 5 үміткерлер қатарына кіретін соңғы футболшымыз Италияның А сериясында доп тебеді. Кім деп отырсыздар ма? Бұл Кенан Йылдыз. 20 жастағы венгер өткен маусымда Ювентустың басты қарауына айналды. 52 матчта 12 гол соғып 9 ассист жасады. Әсіресе клубтар арасындағы әлем чемпионатында өзін жақсы қырынан көрсетті. 4 ойынға қатысып, гол плюс пас жүйесі бойынша 5 ұпай жинады. Туринді клубта көптен бері жұлдызды футболшы болмаған еді, Йылдыз осы қарқында жалғастыра берсе, Ювентустың жарық жұлдызына айналады. Біз қазір Golden Boy жүлдесіне үміткерлер қатарында алғашқы 5-тікте тұрған футболшыларды атап өттік. Енді топ 5 үміткерлер қатарына кірмейтін ойыншылармен таныс болыңыздар. Уоррен Зайер-Эмери, ПСЖ, Савиньо, Ман Сити, Рико Льюис, Манчестер Сити, Алехандро Гарначо, МЮ, Коби Майну, МЮ, Майлс Льюис Келли, Арсенал, Итан Нванери, Арсенал, Арда Гюлер, Реал Мадрид, Эндрик, Реал Мадрид. Бұл ойыншылардың барлығы жоғарыда аталған Кубарси, Невиш, Дуэ, Хойсон, Йылдыз секілді маусымда жарқын өткізген жоқ. Бірақ қай-қайсысы болмасын, жаңа маусымда жоғары қарқынды бастаса, еш ойланбай топ 5 үміткерлердің қатарынан табылады. Golden Boy жүлдесінің қашан табысталатыны әлі белгісіз. Өткен жылы Ламин Ямальға аталмыш трофей 27 қараша күні берілген екен. Бұл жолы Ямаль секілді суырылып шыққан тинейджер жоқ. Интрига әлі де болса қызып тұр. Сіздің ойынша Golden Boy биыл кімге бұйырады? Өз ойыңызды пікір алаңына жаза кетіңіз. Құрметті достар, осымен шығарылымыз аяқталды. Бұл жобаны біз өз күшімізбен сүрудеміз. Сол себепті сіздердің тараптарыңыздан барынша қолдауларыңызды күтеміз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Ла Вида арнасы Алишер, келесі кездескенше.